орталық көше Таксим. Яғни Алматыдағы Арбатқа пара-пар. Қалай жүреді? Сөйлемейді, ұялады камераға сөйлеуге. Таксим көшесінен Ақсарай деген неге келді, жаңа Гранд Базардың ары қарай барады көшеге. Бір жақсы бұндай метроның қай жақта екенін указательдер көрінген, бағыттаушылар. Сол бойынша тауып аламыз. Жамбылдың метросы. Аякөз. Метродан шықтық, қазір тағы да метроға отыратын боламыз. Босфор жағалауындағы балық аулаушыларды тамашалауға жол тарттық. Ана метроға мінеміз. Ана жерде мінеміз. Балық аулаушылар өте көп. Майда балықтар, келкелер біздің. Мен білуімше келкі балықтар, бұлар майша балықтар ғой. Ақтауда енді Каспий теңізінде біздің көреміз бұдан да үлкендері, бірақ енді демалыс күні былай неде мінекеу. Қазір аулада міне көз алдында. Бірден 4-5-6 ау түседі, 4-5-5-6 ау түседі. Жақсы. Ермек қолға демалыс күні. Стамбулға келген саяхатшылардың Босфорға соқпай кетуі мүмкін емес. Көрініп тұрған бұл мұнара қыз келесі, немесе қыз мұнарасы. Көне заманда бой көтерген, бүгінгі күнге аңызға толы. Ертеде Византия империя патшалығының сүйікті ай десе аузы, күн десе көзі бар қызының 18 жасқа келгенде өмірден өтеді деп балгер патшаны ескертіпті. Патша ескі мұнараны жаңартып, ең сенімді деген адамдарымен бірге қызын сол жерге апарып орналастырады. Жыл сайын қызының туған күнін атап жүреді. Бірақ тағдырдың жазғанына не шара? Сұлу қызды жағалаудан әкелінген жеміс-жидекке толы себеттің ішінен сұр жылан шағып өлтіреді. Біз бұл мұнараның толықтай кереметін тамашалай алмадық, өкінішке орай. Себебі қазіргі таңда бұл жерде жөндеу, яғни жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. Еминаны бөлігі манағы Ушкудардан біз бері қарай келген болатынбыз Еминануға. Бұл жерде де қарап тұрсаңдар балық аулаушылар көп. Қазір аламыз сол, я. Қазірге енді көруге бара жатқан жеріміз. Мына тұрған мұнара Галатская башня деп аталады. Галат мұнарасына баратын жолда. Өте биік жолда, ана жақ. Так. Сонымен көтеріп келе жатыр қазір. Бәй көркем, ана башняға барамыз. Қазір көтерілетін боламыз Галат мұнарасына. Кезекте тұрмыз билетке. Жақсы, шашатындар ма? Қазір айран ішеміз қазір. Так, билет 130 лирадан. 2 адамға, балаларға тегін. Концерт болып отыр ма? Бірінші қабаты кіргендегі. Соңғы қабаты 6, 7, 8, 9 қабатқа келеді, 6-ға дейін лифті барады. Одан кейін шай көтерілсін деп енді. Бірақ енді ашылып тұрған көрік. Вау! Жел ма? Вау! Күшті, е? Иә, манаға барған қыза жаққа ол.
Өте керемет. Әдемі. Стамбул алақандағыдай дейді, осы ғой. Айя, Малаша. Галата мұнарасы Стамбулдың Еуропа бөлігінде орналасқан, жалпы биіктігі 61 метрді құрайды. Мұнараны қаланың кез келген нүктесінен байқауға болады. Ең басында бұл мұнара шамшырақ маяк ретінде қолданылған болса, кейінгіде жоғарғы жағы обсерватория, төменгі қабаты түрменің де рөлін атқарады. Галатадан ары қарай Таксим көшесі бойынша отельге қарай жол тарттық. Кешкі көше осындай. Стамбулдың тар көшелері. Bir ғана мәшін жүреді тек қана. Тоқпаққа сарайына апаратын жол мынау деген, яғни кіре берісі манағы жақ болса, ар жақтан кіре беріс болса, мына жақ где-то бір тағы да 500 метрді көрсетіп тұр едім. Сарайға апарады. Міне алдымызда көрініп тұр. Наралар көрініп тұр әне. Ал мына жаққа қарай Гүлшен деген саябақ бар. Қазір сарайға, қазір сарай енді музей қызметін атқарады, қатыспесем. Осыдан кейін қазір Гүлшен саябағына барамыз, яғни. Былайша қарасаң гүлдердің отаны сияқты. Түрлі гүлдің отаны бар. Енді сарай енді. Музейге кірмейтін шығармыз, а? Музей mi? Tanesi o mu? Parkka kireveriz. Vay be, kayaksın, kadaldın mı? Yoktaytınız, yoktadın mı dedim, ay görgün. Parkka kirebilir yer. Тегін Wi-Fi var parkta. Nereden geri dönecek misiniz? Girdiğiniz yerde oturuyoruz biz diye. Kökem şaşadı bizde. Kıtap kolay kökem. Bu Aya деген kız. Ya? Aya? Aya деген kız. Gülhan Parkı'naymış ya. Yani жаңағы Тоқпаққа деген сарайға тиесілі болған, кезінде жаңа сұлтандарға яғни тиесілі болған. Одан кейін 19-шы жылдары халыққа ашылған болатын парк. Yani Gülhan деген түрік тіліне аударғанда яғни Тюльпан деген мағынаны білдіреді. Gülhan паркі яғни тюльпандар паркі. Яғни тюльпандардың ең көбі өсетін болса керек.
тынығып алуды жөн көрдік. Не ойбай? Ойлап қылмаңыздар, келіншегін түсірмейді екен деп. Көрсетіп кете ма деп түсірмеймін, көп көрсете бермеймін. Yes, spicy? Yes, spicy. Spicy? How much? 10? Так, ол деген бір соус. Мен әйтеуір бір жерден көрген болатын. Сол бойынша қазір алатын боламын. Так, ар жақта пісіріп жатыр. Міне, балық ар жақта. Так, үшеуін алдым. Бірден дайындап берді. Қазір қайттан барып енді соғып келем. Не ол? Қайық па? Үшеуін алдым. Балық. Ekmek arası деген осы міне. Енді андай бір күшті не деп айта алмаймын бар. Обычный батон мен балық. Пиязы көп. Жеп көруге болатын нәрсе. Isıtlar öte көп İstanbul'da. Қойдан. Арттағы жол полный. Жоғары қарай бағытталған. Бір жаман Түркияда жолдарды айналып өтетін болсаң, қатты айналып кетесің. Деген қалай кетті. Айналып өту үшін ұзақ уақыт кетеді. Вау. Осылай жолымызды қысқартып жүрген кезде кеште батты отельге кіріп, тамағымызды ішіп, кешке Стекляль көшесіне шықтық.